Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар, және мен бүгін өздеріңізбен бірге Мажарстанның әдемі қалаларының бірі Ақындар қаласы Сент-Андре қаласына саяхат жасаймын. Ендеше қош келдіңіздер. Иштен хоста. Иштен деген Құдай деген мағынаны білдіреді. Хоста алып келді. Яғни Сент-Андреге қош келдіңіздер. Өте әдемі қала. Мен бірнеше рет болдым бұл қалада. 15 минут Будапешттен пойызбен. Сол Будапешттің өзінің билеті, қалалық билет жарай беру керек. Мен солай келдім. Бұрындары жеке билет алатынмын, осы жолы тексерді. Будапешттің қалалық билеті жарайды деп айтты тексерушілер. Адамдары сондай қарапайым. Маған жаңа біреу Генопот деп амандасып жатыр. Маған әдемісің дейді. Рахмет деп бақытты болып кетіп баратырмын. Бұл қала енді нағыз туристердің қаласы деп айтсам қателеспейтін шығармын. Марципан музейі, тағы да түрлі мұражайлар бар бұл жерде. Петофи Шандыр Утса дейді. Бұлардың өте танымал әрбір мажар білетін ақындары бар. Біздің Міржақыптардай тәуелсіздікті, егемендікті жырлаған Петофи Шандыр. Марципан үйі. Мына жақта. Крисмас кезінде бұдан да әдемі болады қала. Мындай әрбір колоннаға ақындардың өлеңдерінен үзінді келтіріп қойыпты. Отхон дейді отаным. Мына көне ағаштың ортасына кіріп келген сайын суретке түсетінбіз. Қурап тұр. Лангуштың есі шығып тұр. Мен сіздерге айтқан болатынмын, бұларда лангуш деген тамақтар бар. Біздің шелпек, енді былайша айтқанда. Мынандай кішкентай ғана жол бар екен. Бұл жерден төменге түсіп көрейік. Мына жерге екі қадам қатарынан сыймайды.